Бекзат Саттарханов, қазақстандық боксшы, халықаралық дәрежедегі спорт шебері, Қазақстанға еңбек сіңірген спорт шебері. 2000 жылы өткен Сидней Олимпиадасының жартылай жеңіл салмақ бойынша чемпионы, бірінші дәрежелі барыс орденінің бірінші иегері. Қоңырат тайпасының Божбан руынан шыққан. 1980 жылы 4 сәуірде Түркістан қаласында дүниеге келген. 2000 жылдың 31 желтоқсаны күні жаңа жылға санаулы минуттар қалғанда Шымкент қаласы жанындағы Темірлан бекеті маңында автокөлік апатынан қаза болды. Бекзат Саттарханов Түркістан қаласындағы қарапайым отбасында дүниеге келген. Бекзат әкесі Сейілхан мен анасы Сырлыкүлдің кенже баласы. Саттархановтардың Бекзаттан өзге мектеп қабырғасында спорттық бәсекелерде оза шапқан 3 ұлы болды. Бағдат, Болат, Мақсат есімді балалар да спортты серік еткенімен Бекзат секілді ешқайсысы алдына биік мақсат қойған жоқ. Сәби күнінде өте нәзік, аурушаң, әлжуаз болған Бекзаттың атағы жер жүзіне жайылатын даңқты боксшы шығады деп ешкім ойламаса керек. Бекзат Түркістандағы темір жолдың бойындағы жалпы жұрт жолдың асты деп атап кеткен ықшам ауданда туып өскен. Қазір қаланың бұл ауданы Бекзат Саттарханов ауылы деп аталады. 2 мектебі бар. Екеуінде де Бекзат оқыған. 1986-1996 жылдар аралығында Абай атындағы мектеп-интернатта, кейін Жұмабек Еділбаев атындағы номер 18 орта мектепте білім алады. Алғашқы ұстазы Әсия Жүсіпова. Кішкентай ғана сары бала қалпы әлі көз алдында. 6 жасында қабылдап алдым. Бірінші қатардың 3-ші партасына отырғыздым. Өте елгезек болатын. Дене шынықтыру сабағы мен математиканы қызығып оқитын. Жылдам, қимылы көп, бір орында тағат тауып отырмайтын. Сұрақ қоятын, ұялу дегенді білмейтін. Бұзықты жасағанда ренжісең, апай деп құшақтап алатын. Бірақ кешіріңіз деген сөзді айтпайтын дейді. Бекзат жоғарғы сыныпқа барғанда география пәніне көбірек зейін қойыпты. Осы пәннен сабақ берген Сыздықова Тоқсылу апайы: Бекзат таңертең 5-6-да тұрып 2 сағаттай жүгіріп, 8:30-дағы сабаққа үлгеріп келетін. Бірақ түстен кейін қосымша сабақтардан, сенбіліктерден жаттығуым бар еді деп сұранатын. Апай, мен Құдай қаласа шетелдерге жиі шығатын атақты спортшы болам. Дүние жүзінің барлық елі туралы жақсы білуім керек деп, өзін қызықтырған сауалдарды қарша борататын. Жарыстарға әр қалаға шығады ғой. Сонда бізге естелікке түрлі сувенирлер әкелетін. Сабақ бермей кетсек те, бізді ұмытпай жүретініне риза болатынмын деп еске алады. Бекзат 10-шы сыныптан бастап Шымкенттегі олимпиадашыларды даярлау мектебіне ауысады. Жоғары сыныптарда жетекшілік еткен Қасымова Қарлығаш апайы оның басқа қалаға ауысса да, мектептің қоғамдық жұмыстарына белсене араласқанын айтады. Тіпті 11-ші сыныпта мектепшілік күзгі балда жігіттің сұлтаны атанады. Шымкентте Мұхтар Әуезов атындағы университетте оқып жүргенде менің үлкен ұлыммен бір бөлмеде тұрды. Бірде ұлым: мама, Бекзат олимпиадаға баратын болды, ақ жол тілеп қонаққа шақырып жіберейік деді. Сол кезде үйге қонаққа келгенде кіші ұлым Бекзатқа: чемпион болып жатсаң қол жетпей қалар, қолтаңба қалдыршы деген. Сонда қойын дәптерге Бекзат Саттарханов олимпиада чемпионы деп қол қойып берді. Ол өзіне сондай сенімді, максималист көзқарастағы бала болды. Алдына мақсат қойған адам бәріне жетеді. Әйтпесе, бізде балаларымызды Бекзаттай бол деп спортқа бауладық. Бірақ ондай болмады. Оның үстіне Бекзаттың отбасылық жағдайы аса мәз болмады. Онда отбасын барлық қиындықтан суырып алып шықсам деген ерекше құлшыныс болған сияқты дейді Қарлығаш апайы. Бекзаттың өміріндегі ең жақын досы Қараспаев Арман былай дейді: Бекзатпен алғаш рингте таныстым. Мақсат деген ағасы оны жаттығу залына ертіп келді. Ол кезде 8-ші сыныпта оқитынбыз. Жасөспірім кезде жігіттердің достығы жабайы төбелестерде анықталады. Осындай сәттерде өзгелер қашып кеткенде Бекзат қана жанынан табылатын. Алғашқы махаббат сезімін де басымыздан бірге кешіргенбіз. Біздің Бекзат барлық жағынан биік болатын. Олимпиада чемпионы болмай тұрып оған ғашық қыздар көп болды. Өйткені ол керемет әнші еді. Дауысы қазіргі жұлдыздардың көбісінен артық десем қателеспеймін. Домбыраны да тәп-тәуір шертетін. Шынын айтсам, идеал жігіт бар болатын болса, ол Бекзат шығар. Спортшылар әдетте білімге көңіл бөлмейді. Ол: білімің таяз болса, спортта да сондай таяздық көрсетесің. Рингте әрбір ұрғаныңнан нәтиже шығармасаң қара күш далаға кетеді. Бостан бос қол сермеп боксшы болмайсың дейтін. 20 жаста болса да тым ересек көрінетін, ересек ойлайтын. Бекзаттың анасы Сырлыкүл Шойбекова өзінің берген сұхбатында: балам менің өмірде қызға ғашық болып та үлгермеді-ау. Ол ел алдындағы міндетін атқарып кетті деп көз жасына ерік беріпті. Кейде жігіттік дәуреннің қызығына түсіп серлік жасамап па екен деген ойда келеді басымызға. Алайда
Бекзат жоғарыда дос айтқандай қыздарға ерекше ілтипатпен қарындас деген ұғыммен қараған. Тіпті артық сауық құруға уақыты болмаған. Өмірде жетістікке жетуге асыққан. Гүлді жақсы көрген. Кішкентай кезінде біреудің ауласында өсіп тұрған гүлді көрсе, оны жұлмай, аялай иіскейді екен. Спортшыға салмақты қалыпта ұстап тұру оңай емес. Гемоглобин көтеру үшін анасының мейіз, кептірілген өрік пен жаңғақты ет тартқыштан өткізіп, бал араластырған қоймалжыңын таңертең, түсте, кешке ас қасықпен асап тұрған. Бекзатпен Олимпиаданың басталуына бір күн қалғаннан бастап чемпион болғанға дейін бірге жүрдік. Бекзат боксшы ретінде тума талант болатын. Қазақстанның чемпионы болмай тұрып, Олимпиада чемпионы атанды. Жас, атағы жоқ спортшыларды төрешілер көбіне тобықтан қағып жібереді. Ал біздің Бекзат төрешілердің қиянат жасауына мүмкіншілік бермеді. Оның талантына ешкім тұсау сала алмады. Бекзатты рингте көргенде бәрінің аузы ашылып қалды. Бекзаттың ең керемет қасиеті ол ұлтжанды, намысқой болатын. Олимпиада чемпионы болып рингтен түсе сала су ішті. Аузы томпайып, көзі жыпылықтап, мен бұл жеңісімді Түркістанның 1500 жылдығына, егемен Қазақстанның бақытына, ата-анама арнаймын деген сөзі кішкентай ғана бала жүрегімен айта алды. Олимпиададағы бірінші кездесуінен соң Серік Дөкеев екеуміз Бекзатты құттықтап бөлмесіне кірген болатынбыз. Бетінен сүйіп жатсақ, ағалар, мен бұл жолы өзімді дұрыс көрсете алмадым, алдағы жекпе-жектерде от болып лаулап жанам деді, деп еске алады белгілі спорт журналисті Несіп Жүнісбай. Бекзаттың Сиднейдегі ерлігін еске түсіріп көрейікші. Ол алғашқы жекпе-жегін румын боксшысы Бабиран Авидио Тиберуға қарсы өткізді емес пе? Бірінші раундта Бекзат өзіне бір жұдырық дарытпай 4-0 есебімен алда тұрды. Екінші раундта табло 8-2 есебін көрсетті. Ал ең соңында төрешілер 14-5 есебімен бұл кездесудің сөзсіз жеңімпазы деп Бекзатты таныды. Олимпиаданың 8-ші күнінде Бекзат африкалық Матебулламен қолғап түйістіріп, 16-5 есебімен қарсыласын тізе бүктірді. Ал үшінші кездесу өте тартысты болды. Кезінде Грузияда жаттығып, кейін Түркияның намысын қорғаған Рамазан Палияниді 12-11 есебімен жеңді. Мароккалық Тахар Тамсаманимен Бекзат жартылай финалда жолықты. Қарсыласын 22-10 есебімен қапыда қалдырды. Бекзаттың финалдағы қарсыласы әлем чемпионы америкалық әйгілі Рикардо Хуарес еді. Ол Сидней финалына жету жолында Атланта Олимпиадасының чемпионы таиландтық Сомлук Камсингті тізерлеткен мықты боксшы болатын. Атағы алысқа кеткен қарсыласын Бекзат Саттарханов 22-14 есебімен жеңіп, Сидней Олимпиадасының чемпионы атанды. Міне, 20 жасар жігіт қарсыластарын осылай айқын есептермен жеңіп, қазақтың атын әлемге паш етті. Сиднейге бокстан Қазақстан құрамасын бастап барған бас бапкер Тұрсынғали Еділов. Ол керемет адамгершілігі, ақылы бар бала еді. Әр соққысын далаға жібермей есеппен ұратын, аяқ-қолы өте жылдам болатын. Рингте сондай сұлу, сүйкімді жүретін. Намысын айтсайшы, ешкімге есе жібермейтін. Айтпақшы, бірде украиналық бір боксшыдан жеңіліп қалған болатын. Кейін онымен Мәскеуде жолықты. Ол кезде Бекзаттың қолы ауырып жүр екен, оны бізге айтпапты. Әлгі украиналық боксшымен кездесу болды. Оны жеңу, жеңбеу маңызды емес. Бекзат Олимпиадаға жолдама алып қойған. Не керек? Бекзат оған ойсырата соққы беріп жеңді. Қолғабын шешіп алғанда қолы ісіп қанап кетіпті. Намыстылығы ғой, қолы қанағанша жұдырықтасқан, дейді Бекзат жайында. Бекзат жүгіріп, жаттығып болған соң, дәрігерлер оның қан қысымын өлшеп таңғалады екен. Себебі оның қан қысымы 3-4 минутта қалыпты қалпына түседі екен. Бекзаттың бұл ерекше қасиетін бапкерлері Тұрсынғали Еділов, Александр Апачинский, Анатолий Визирякин мен құраманың дәрігері Юсуф Шамузов қана білген. Сондай-ақ Бекзат күнделікті жаттығу кезінде аяқ-қолына ылғи ауыр зат байлап алып жүгіріпті. Жалпы спорттағы 6 жылдық ғұмырында 143 жекпе-жек өткізіп, оның 132-сінде жеңіске жеткен. Бекзат Саттархановтың қазасы туралы қауесет көп. Бұл жөнінде Несіп Жүнісбай былай дейді. Олимпиада жүлдегерлері Қазақстанның барлық қалаларында халықпен кездесті. 16 желтоқсанда соңғы аялдама Астанаға келді. Сол кезде Бекзатты да соңғы рет көрдім. Олимпиада жүлдегерлері бізбен құшақтасып сәлемдесті. Бекзат қана жанымнан жай өте берді. Шыдамай кетіп білегінен шап бердім. Бекзат, ағыңды танымай қалдың ба дедім. Сосын маған жалт қаратты. Жоқ аға, сізді танымағанда, деді де ары қарай өте берді. Сол кездің өзінде ақ Бекзат санасымен арғы дүниеге өтіп кеткен екен ғой.
Қасақана қайғылы жағдайға ұшырады дегенге сенбеймін. Ел Бекзатты қимағаннан суық қолдылардың ісіме деп қарпып қалар қармауыз дейді. Қазақ 40 жыл қырғын болса да ажалды өледі дейді. Бір машинада 4-5 адам келе жатса да маңдайына ажалдың оғы тиген ғана кетеді. Менің зерттеуімше Бекзаттың өлімін ешкім ұйымдастырған жоқ. Ұйымдастырса тағдыры ғана ұйымдастырды. Сақтансаң сақтаймын дейді ғой. Ең үлкен өкініш, біз батырымызды сақтай алмадық дейді Несібаға. Дегенмен де көптеген бұқаралық ақпарат құралдары танымал спортшының өлімін жұмбақ және құпия деп атады. Олар жазатайым оқиғаны ақшадан үлес ала алмай қалған қарақшылар жасады деп жазды. Сондай-ақ куәгерлердің, яғни аман қалған жолаушылардың үнсіздігі және ресми дереккөздерде қандай да бір ақпараттың жоқтығы қыршын нұсқалардың ақпаратын растағандай болды. Ал Бекзаттың анасы сол күнгі оқиғаны былай деп баяндайды. Қайғылы жағдай болатын күні Бекзат Шымкентке кетер кезінде «Мама, тілек айтыңызшы» деді. Сонда айтқан тілегіме әлі өкінем. Саған қазір үйлен деп айта алмаймын. Өйткені сен халықтың алдында уәде беріп, қыруар мақсат қойдың алдыңа. Мақсатыңа жет, жолың ашық болсын, елдің азаматы болып жүре бер деген едім. Кейде анасы болып, балам, үйлен деп неге айтпадым екен деп өкінемін. Бекзат 31 желтоқсан күні сағат 22:00 шамасында Түркістанның орталық алаңында жыл адамы деген құрметпен марапатталады. Содан үйіне барып, анасының жоғарыда айтқан тілегін тыңдап, Шымкентке қарай достарына асығады. Жанында Данабек, Үсен деген екі жігіт болған. Түнгі сағат 23:40 шамасында Бекзат отырған көлік апатқа ұшырайды. Сырлыкүл апай, шынын айтайын қызым, тіпті сол баламның қасында болған бәлелердің атын да ұмытып қалыппын. Бекзаттан айырылғанда біреуі үйге келіпті. Мен ол кезде біреудің қаршадай балаларының аман қалғанына шүкір деп отырғам. Алайда кейін журналистер, газет-журналдарға небір түрлі әңгімелер жазғасын, олардан бір түрлі іш жиып қалдым. Содан бері мүлде хабарсызбын. Бекзаттың қазасы туралы шындық ашылмақ түгілі, былтыр тонаған бейітінің ұрылары ұсталмай отырғанда не дейсің дейді. Бәлкім, Несібағаның да байламы дұрыс шығар. Тылсымға толы Темірланның тас жолында талай қыршын тағдыр қиылып жатыр. Батыр ұлдың әкесі Сейілхан аға бірде Бекзат 20 ғасырда дүниеге келді. 20 жасында Олимпиада чемпионы атанды. 20 жыл ғұмыр кешті. Жаңа ғасырға 20 минут қалғанда бақилық болды деп толғанады. Шаршы алаңда шаршауды білмейтін Бекзат Саттарханов шымшықтың тұмсығындай қысқа ғұмырында барлығы 143 жекпе-жек өткізіп, оның 132-сінде жеңіске жетті. Ал Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Сидней олимпиадасындағы жеңісі үшін Бекзат Саттархановқа бірінші дәрежелі барыс орденін табыс етті. Бекзат барыс орденінің тұңғыш иегері ретінде де тарихта қалды.